Бүгін кәдімгі күн болатын. Кешке таман әкем жұмысынан келген соң маған көлікті жөндеуге көмектес деді. Маған құрал-саймандарды алып сыртқа алып шық, мен сені көлікте күтемін деп әкем сыртқа шығып кетті. Мен жарайды деп 10 минуттан соң үйдің есігін құлттап далаға шықтым. Жоғарғы пәтерде адамдар айқайлап ойнап күліп жатыр. Мен лифтке мініп едім, кенеттен лифт тоқтап қалды. 1 минуттан соң жұмыс істеуін жалғастырды. Далаға шыққан соң мен қатты алаңдай бастадым. Өйткені көшеде кешкі 8 болса да ешкім болмады, тіпті көліктер және ұшып жүрген құстар да. Сөйтіп мен әкем отырған көлікке отырдым. Ең қызығы, әкемнің түрі өте суық көрінді. Мен көлікке отырғанда ол маған еш нәрсе де айтпады. Тек көлікті қыздырып, көлікті жүргізіп отырды. Оның түрі бір нәрсені жасырып отырғандай өте қорқынышты болды. Солай әкем көлікті гаражға қарай жүргізді. Жол бойында шынымен де дала қап-қараңғы, тек 1-2 жерде жарық бар, тып-тыныш, қысқасы үрейге толы болды. Гаражға жақындай бергенде белгісіз тұрған адамдарды байқадым. Олардың көздері тіке маған қарап тұрды. Бұрын мен оларды бұл жерден көрмедім. Әкем үндемей көліктен шығып, гараждың ішіне кіріп кетті. Әкем мені шақырмайынша мен көлікте отыра бердім. Бірақ әкем гараждың ішіндегі жарықты да жаққан да жоқ, және мені шақырмады. Арада 20 минут өтіп, әкем шықпаған соң мен телефонның фонарын қосып, ішіне кірдім. Сөйтіп таңғажайып нәрсеге тап болдым. Гараждың ішіне жаңа 20 минут бұрын кіріп кеткен әкемді таба алмадым. Және гараждың ішінде ештеңе де жоқ. Іші қаңырап бос тұр. Мен қорқып кеттім. Дірілдеген даусыммен әкемді шақыра бастадым. Телефонымды алып біреуге хабарласайын десем байланыс жоқ. Біраз ойланып тұрып, есіме бәрін түсіре бастадым. Мен есікті құлттап жатырғанда үстіндегі адамдар шулап жатырған. Ал лифт тоқтап қайтадан қосылғанда біртүрлі нәрселер басталды. Ал әкемнің маған қараған түрі есіме түсіп еді, селк ете қалдым. Әкем маған ешқашан олай қарамаған. Солай сыртқа шығып көлікке мінейін десем, жаңа мініп келген көліктің орнында жол апатына түскен қираған көлік тұр. Кенеттен біреу темірді кеміріп жатырған дауыс естілді. Ол дыбыс гараждың ішінен шықты. Содан соң бір белгісіз адамдар маған жақындап келе жатырды. Бала олардан тығылу мақсатында гараждың ішіне кіріп кетті. Осылай әкесі баласын еш жерден таба алмады. Әкесі баласымен соңғы рет сөйлескені, құрал-саймандарды сыртқа алып шық дегені. Бұл соңғы әңгімелері және баласын соңғы көргені болатын.